Өмір деген қызық қой, жүре берсең көре бересің дегендей. Тіршілікте талай-талай тағдырды бастан өткізеді екесің. Ойламаған оқыс оқиғаларда болып жатады екен. Кездеспесем деген адамдармен де кездесіп қалып жатасың. Бұл жолы осындай кездесу болды. Біздің аудандық аурухананың бірінші қабатында жақсы жабдықталған екі люкс палата бар. Мұны ақылы палата деп те атайды. Бұл жақтың кіріп шығатын есігі ғимараттың сырт жағында, аурулармен араласпайсың. Топырлап келіп кетіп жатқан адам да жоқ. Тып-тыныш. Науқастанып қалған аудан басшылары, ықпалды адамдар осы палатада ем қабылдайды. Немесе тиісті ақысын төлеген басқа кісілер де емделе алады. Бөлменің ішінде аурухана төсегінен басқа жазу столы, орындықтар, жұмсақ жиһаздар, теледидар, телефонда бар. Әжетхана шомылғысы да ішінде. Қонақ үй сияқты. Осыдан біраз жыл бұрын люкс палатаның бірінде емделіп жаттым. Екінші палата бос тұрған. Бір күні сәскеге қарай дәрі-дәрмектерімді қабылдап болған соң дәлізге шығып тұрғам. Сыртқы есік ашылып, қасында кіп-кішкентай әрі қайыстай қатқан қара шалы бар бас дәрігер кірді. Мені көріп сәлемдесті де әлгі кісіні бос тұрған люкс палатаға апарып жайғастырды. Ағасы, осында 2-3 күн түнеп шығуыңызға рұқсат етемін. Одан әрі мүмкіншілік жоқ, деп бас дәрігер шығып кетті. Сәлден кейін әлгі қара шал маған келді. Келіңіз отырыңыз деп жұмсақ диванға жайғастырып, электр шайнекті тоққа қосып, үйден келген дәмді шығардым. Ақсақал, жөн сұрасып отырайық. Қайдан келдіңіз? Қандай науқаспен түстіңіз? Деп сөз бастадым. Інім, мен емделуге келген адам емеспін. Барар жер басар тауым болмағандықтан, аудандарды аралап, бұрынғы аралас-құралас қызметтес болған дәрігерлерге барып, қонып түстеніп жүрген жайым бар. Бәрібір бұрын өзің қызмет істеп жүргендей болмайды екен. Баяғы көз көргендей Құдайға қарағандары болмаса, кейбіреулері қабақтарын кіржитіп, жақтырмай қарсы алады. Имандылары болса, бірер күн үйінде түнетіп, немесе 2-3 күн аурухананың бір бұрышында қондырып шығарып салды. Үй жоқтың күйі жоқ деген осы. Мына сендердің бас дәрігерлерің Серікханды да бұрыннан танушы едім. Кезінде көп жәрдемде тиген. Соны бұлданғандай болып келіп отырған жайым бар. Бір кішкене жұмыс құрқылтайдың ұясындай ұя тауып бере ме деген есек дәмемен келіп едім. Бірақ үмітім ақталмады. 2-3 күннен артық түней алмайсың деген сөзін жаңа өзің естідің ғой деп қара шал бір тоқтады. Көзінде көзәйнек, үстінде конотоз, костюм шалбар, басында баяғының ескі қалпағы бар. Қария көз алдымда 2 иығы қушиып, белі бүкшиіп шөкті де қалды. Аяп кеттім. Үй жайыңыз, отбасыңыз қайда? Неге мұндай күйге түстіңіз? Деуге дәтім бармай, шай ішіп, дәм татыңыз деуден әрі асалмадым. Бірақ ішкі әлемім астан-кестең. Сөз ләміне қарағанда кезінде әжеп тәуір қызмет істеп, талайларға шарапаты тиген кісі сияқты. Ал енді қартайғанда бұған не болды екен? Осы кезде есік ашылып, менің емдеуші дәрігерім келді. Ақ құба өңді, сұңғақ бойлы, сұлуша келген жігіт. Ағасының дене бітімі де тіп-тік әдемі. Үстіндегі ақ халаты оны мүлдем ажарландырып жібереді екен. Жуырда ғана Атырау жақтан бізге терапевт болып ауысып келіпті. Есімі Қалижан. Өзі қандай көрікті азамат болса, жан дүниесі де сондай сұлуда бай. Ақ көңіл парасатты, өмірден көрген түйгені көп, байыпты азамат екенін байқадым. Оның үстіне біліктілігіне, тәжірибелігіне де тәнті болған жайым бар. 2-3 жылдан бері 2 бүйрегім ашып ауырып, әбден мазалай берген соң, аудандық аурухананың бас дәрігері Серікханға барып, жайымды айтқан едім. Ол маған 2 бүйрегімді УЗИ-ға түсіріп, нәтижесін алып келу үшін облысқа жолдама бергізген соң, УЗИ-ден өткем.
Ондағы мамандар бір бүйрегіңіз семіп бара жатыр екен. Кішірейіп кетіпті, 2 бүйрегімнің де көлемін жазып берген. Сонан соң бұл анықтаманы алып, облыстың бас урологына барып едім. УЗИдің нәтижесін қарап көрді де, ауруханаға жатыңыз, отаның ақшасын төлесеңіз болды. Кішірейген бүйрегіңізді кесіп тастай саламын, деп күлді. Өзінше қалжыңбас, қылжақпас біреу сияқты. Көреміз деп ауданға қайттым, бірақ отаға түсіп бір мүшемнен айырылуды іштей қалап тұрмаған аян. Аудандық аурухананың бас дәрігері Серқанға келіп жағдайымды айттым. Мәке, деді. Ол УЗИдің нәтижесіне қарап отырып. Бізге жақында Атыраудан бір жақсы дәрігер ауысып келген. Сол кісімен кеңесейік. Серқан телефонмен өзі айтқан дәрігерді кабинетіне шақырып алды да мені табыстады. Ол мені арнайы кабинетке ертіп барып, 2 бүйрегімді сыртынан әрі түрткілеп, бері түрткілеп, ауырама деп сұрады. Ауырмағанын айттым. Содан соң ол, сіздің 2 бүйрегіңізде сап-сау, бірақ беліңізге, омыртқаңызға тұз жиналған. 2 бүйрегіңізді ашытып, әсер беріп жатқан сол, деді. Олай болса, неге бір бүйрегім кішірейіп кеткен, деп таңырқай сұрап едім дәрігер. Кей адамның бір бүйрегі үлкен, екіншісі кіші болып жаратыла береді. Мен мұны өз тәжірибемнен білемін. Мұндай жағдайды талай рет көргенмін, деп менің көңілімді орнына түсірді де қайтадан бас дәрігерге ертіп барды. Бұл кісінің ауруы астрохондроз, бүйрегі сау, деді. Онда бұл кісі люкс палатаға жайғастырып, өзіңіз емдеңіз, деп тапсырды. Бас дәрігер мені оған. Өзі 1000 болғыр жігіт екен. Елпілдеп жүріп қабылдау бөлімінен қағаздарымды толтырып, люкс палатаға жайғастырды да, сол күннен бастап ем-домыма кірісті. 10 шақты күнде 2 бүйрегімнің ашып ауыратыны басылып, есімді жиып қалдым. Жаңа келген дәрігердің шынында да білікті маман екеніне көзім жетті. Оған деген құрметім арта түсті. Ол өзі күнделікті қасымда біраз отырып, әңгімелесіп кетуді әдетке айналдырып алған. Аз уақытта бұрыннан сыйлас адамдай достасып кеткен жайымыз бар. Дәрігер Қалижан Қарашал екеуміздің әңгімеміздің үстіне түсті. Қалеке, отырыңыз, қарияның сөзін тыңдайық, деп мен дәрігерге қарап едім. Ол диванға барып жайғасты да біздің сөзімізге құлақ түрді. Мен қатқан Қарашалға қайта көңіл бөліп, аға, дәрігермен қатысым болды деген сөзіңізге қарағанда, сіз бұрын бас дәрігер немесе денсаулық сақтау басқармасының бастығы болған сияқтысыз, деп сұрадым. Мен облыстық сот сараптама орталығының бас патолог анатомы болып 45 жыл қызмет істедім. Бауырым, деді қария. Сол кезде облыстың аудандарында кездейсоқ кісі өлімі болып жатса, мені шақырып сараптама жасататын. Бұлайша айтқанда, өлікті сойып, неден өлгенін анықтап беретін бас маман едім. Сот іс қарағанда менің қорытындымды негізге алады. Сол кезде көп науқастар жергілікті дәрігерлердің анықтаманы дәл қоя алмау салдарынан біліксіздігінен өліп жататын. Мұндайда мен осындай деп шындықты жазып берсем, емделуші дәрігер сотталып, бас дәрігер жұмыстан қуылатыны анық. Мен соларды осындай көп қиындықтардан құтқарып қалған адамын. Аудандық қалалық аурухананың бас дәрігерлері менің алдымда қордай жорғалайтын. Заманай, енді міне бәрі де мені елегісі келмейді. Қария ауыр күрсінді. Әңгімесін қайта сабақтады. Тек дәрігерлер ғана емес, милиция, прокуратура, сот қызметкерлері де менің қызметімді көп пайдаланады. Ұрыс жаңжалдан кісі өлімі болып жатады. Басқа да қайғылы жағдайлар кездесіп қалады. Сотың бар ма, прокурорың бар ма? Қылмыскерлерді ақтап алу үшін немесе қаралау үшін менің қорытындыма сүйенеді. Жалынып, жалбарынып, мына адамды қылмыстан арашалап аласың десе, өлген адамды өлді ғой деп, марқұмның өзін кінәлі қылып талай қағаз жазып бердік қой. Небір пендешілік өтті бастан. Қазір заманда, қоғамда өзгерді. Енді сенің оның несін жасырамын, деп Қарашал тағы біраз үнсіз қалды. Ағасы, осы сот сараптама
саласында қызмет істеген жылдарыңызда қанша өлікті сойғаныңызды білесіз бе? Деп қалдым мен де бала сияқты астын үстін сөйлесіп. Неге білмеймін, білемін. Бүкіл қызмет жылдарында мен 45 мың мәйіттің сараптама жасаған маманмын, деді. Жай ғана ешкі сойғандай. Аға, біреулерді қылмыстық істен соттан арашылап қалғаныңыз дұрыс шығар. Ал бірақ көпе-көрнеу біреуді қаралап қиянат жасаған кезіңіз болды ма? Деп тағы бір сұрақты төтесінен қойып жібердім. Жылқы кісінегенше, адам сөйлескенше дегендей. Біраз әңгімелескен соң ол кісіге бойым үйреніп, еркін сөйлеп жібергенімді өзімде аңғармай қалыппын. Қара шалда мені жатсынбады. Мен қартайғанда осындай күйге түсіп, жанымды жылдар бойы жегідей жеп келе жатқан дәл осы жазықсыз жанның көз жасы емес пе? Деді ол ауыр күрсініп. Енді ғана ел қатарына қосылам ба деп, болашаққа деген зор үмітпен қарап, жас ағаштай жайқалып өсіп келе жатқан бір жас жігіттің болашағына балта шауып жібергенім үшін өмір бойы өкініп келемін. Ол кезде мен де жаспын. Жас маманмын. Тасым өрге домалап тұрған кез. Жоғарыда айтқандай, прокурор да, сотта, милицияда менің шашбауымды көтеріп, соңымнан жүгіріп жүрген дәурен. Бір күні сараптамаға бір бой жеткен қыздың мәйіті түсті. Аудан прокурор маған өзі келді. Жәке, деді прокурор. Өл өлген қызды бір жігіт зорлаған көрінеді. Әрі бұл қыз райкомның бірінші хатшысы, бәленшенің жақын туыс екен. Сол кісі маған тапсырды. Әлгі жігітті түрмеде шірту керек деп, сараптама қорытындысын осыған лайықтап жасап беріңіз. Қызметіміз бір-бірімізбен тығыз байланыстағы кісілер болған соң, ойланбастан жарайды дедім. Мәйітті аштым, барлық ішкі ағзаның мұқият зерттеп, қыздың қояншық аурумен ауратынын анықтадым. Қызға ешқандай зорлық жасалмағаны, алайда жігітімен жақындасқанда талмасы ұстап өліп кеткені белгілі болды. Байқұс жігіт қыздың ауру екенін білмегенін жазған-ау, сірә. Кейін сот процесі кезінде жігіттің ата-анасы 2 жас көптен бері сыйласып сырласып, үйлену келісіп жүрген. Оның қыздың ата-анасы да жақсы білетін, бірақ олар қарсы болып отырған айтып зар жылады. Ал соттың төрағасы менің сараптамам қорытындысы бойынша жас жігітті қызды зорлап өлтірді деген ұзақ мерзімге соттап жіберді. Егер мен сараптамада қызға ешқандай зорлық жасамаған, оның қояншық аурумен ауыратын жазып бергенінде жас жігіт жазадан құтылатын еді. Амал не? Мен ақымақтықпен бейкүнә жігіттің өміріне балта шапқанымды өзімде білмей қалдым. Сол жігіт 15 жылдық жазасын аман есен өтеп келді ме? Келсе қандай азамат болды екен деп ойлаймын. Байқұстың жас өмірі қапаста өткеніне, жазықсыз жазаланғанына кінәлі мен болдым ғой деп толғандыра ұзақ түн кірпік айқастырмадым. Ішкі дүниемді от қарып жатқандай ұзақ жылдар бойы азаппен өмір сүріп келемін. Қара шал ауыр күрсінді. Мен не дерімді білмеймін. Үнсіз қалдым. Бұдан 25 жыл бұрын немере інім тосыннан қайтыс болғанда, аудандық ішкі істер бөлімінде менде прокуратура облысының сарапшысы алдап, сараптамадан өткізген әлі есімде. Ұзын бойлы, көзіне көз әйнек киген, қалың қара шашың шалқайта қайырған, жағына пышақ жанғандай ашаң қара жігіт сараптама жасап, қорытындысын ішкі істер бөліміне өткізіп кеткен еді. Мына кісі сол болып шықты. Ішіндегі мұң зарын, шерін айтып жеңілдейін деді ме, қара шал әңгімесін қайта жалғады. Аталарымыз біреуге қиянат жасасаң алдыңа келеді деуші еді. Сол сөзге мән бермей келіп бұзау. Әлгі жігіттің қиянатының құрбаны болып, ата-анасының көз жасы мені жібермеді-ау деп күйзелемін үнемі. Кезінде дүниеден кенде болған жайым жоқ. Отбасымда таршылық көрмеді. Зіңгірлетіп үй салдым, балаларымның бәрін оқыттым, үйлі жайлы еттім. Ал енді қартайған шағында кемпірім өліп қалды. Бір балам жынданып кетті. Тағы бір балам нашақор болып үй жайды есірткіге айырбастап жіберді. Баспанасыз қалдым. Бұл маған жазықсыз кісіге жасаған қиянатым үшін Алланың жіберген зауалы ма, кім білсін. Барар жер, басар тауым жоқ. Кісіге қылған қиянат қайта өзіңді табады деген осы болса керек деп шал көзіне жас алды. Бұрынғыдан да бүкшиіп,
мүксінге айналған оны аяп кетсем де, соның кесірінен 15 жыл арқалап кеткен бейтаныс жігіттің тағдыры менің жүрегімді осып өткендей қанжылады. Аға, сонда сот сараптамасының қорытындысын жалған жазып, құрбандыққа шалып жіберген жігітіңіз мен болатымын, деді кенет дәрігер. Қара шалда мен де оған жалт қарадық. Бас алқалы парасатты азамат емес пе? Ашуын тез іркіп, бойын әп-сәтте билеп ала қойды. Бұл әңгімені бұрын тіс жарып, ешкімге айтып көрмедім. Енді міне сіздің жан күйзелісіңізді сезіп жаным ашығандықтан кейінгі тағдырым туралы баяндап беруді жөн көрдім, деді дәрігер. Сот үкімі шыққан соң мені Жамбылдан Ақтөбеге алып кетті. Түрмедегі күндерім сүреңсіз өтіп жатты. Бір күні анам мен бауырларымнан хат алдым. Гүлжанның маған сені сүйемін, сен үшін жаным құрбан, өзіңсіз өмір сүре алмаймын, тез үйленекші деп өліп-өшіп жазған хаттарын, екеуміздің бірге түскен суреттерімізді, тойға шақыру билетін дайындап жүрген едік. Соның бәрін бір білікті заңгерге көрсетіп, кеңес алған. Енді іске сол кісі араласып араша түскелі отырғанын жазыпты олар. Бірақ бұдан бірдеңе шыға ма? Сене қоймадым. Арадан жарты жыл өткенде маған қайтадан сот болды. Сот мәжілісінде прокурор мен судья баяғы сот сараптамасының қорытындысын алға тартып еді. Менің шешем мен бауырларым жалдаған адвокат оларға табандылықпен қарсы тұра білді. Қыздың жігітке жазған хаттары міне менің қолымда. Сенсіз өмір сүре алмаймын, сүйемін, күйемін деп жазыпты. Екеуінің тойға арнаған шақыру билеті де бар. Осы құжаттың бір-бірінің данасын сіздерге де өткіземін. Осыншама өліп өшкен қызды сүйген жігіт зорлады деген сөз көңілге қона ма? Бұл бір деңіз. Екіншіден, қыздың жас кезінен бері қояншық аурумен ауыратын, аудандық ауруханада есепке тұратыны туралы мәліметтерді таптық. Анықтамасы мынау. Мұндай науқас қыз заңды некеге тұрып, жұбайлық қатынасты бастағанда да өліп кетуі мүмкін еді ғой. Бұл аз десеңіз жігіттің кінәсіздігі дәлелдейтін айғақтарында бар, деп қорғаушым бір құшақ қағазды соттың алдына қойды. Алғашқы күні сот отырысы осымен аяқталды. Екінші күні сот жарыс сөзді көпке созбай, бұрынғы үкімнің күшін жойып, мені бостандыққа шығарды. Елге баруға ұялған соң Ақтөбеде қалып, зауытта жұмысшы болып істедім. Жыл бойы сабаққа дайындалып, келесі жылы Ақтөбе мемлекеттік медицина институтының емдеу ісі факультетіне оқуға түстім. 6 жылда ойдағыдай бітіріп шықтым. Ұзақ уақыт Ақтөбеде, Атырауда, қалалық және облыстық ауруханаларда қызмет істеп, 30 жылдан соң ел жаққа оралған бетім осы. Келіншегімде дәрігер, 3 баламыз бар деп, менің емдеуші дәрігерім Қалижан қара шалға қарады. Ойпырмай, інім, бар екенсің ғой, тірі екенсің ғой. Жақсы азамат болыпсың, кешір мені, бейбақты деп, қара шал дәрігердің алдына жүгерлеп отыра кетті. Ақсақал, тұрыңыз, мен сізді баяғыда кешіргем. Қыздың ағайыны ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болып тұрған ауданның бірінші басшысы еді ғой. Істің бәрі соның екпінімен өрбігенде білемін. Аққа қара жақпайды дегендей, ақ адам қанша күйе жағса да, бәрібір ақ күйіне қалатынына көзім жетті деп, дәрігер қара шалды орнынан тұрғызып, орындыққа жайғастырды. 30 жыл бойы жан азабын тартып келген мен бейбақ бір жөнделіп қалдым ғой, шырағым деп кемсеңдеді. Қара шал, енді дәл қазір өліп кетсем де арманым жоқ. Ақсақал, сіз өлгенде біздің жеріміз кеңейеді ма? Дәм тұзыңыз таусылғанша өлмеңіз. Мен облыстық денсаулық басқармасына айтып сізді қаладағы қарттар үйіне орналастырып қоямын, деді дәрігер қара шалға қамқорлық танытып. Мен дәрігер Қалижанның адамгершілігіне қайран қалдым. Тіпті оған деген ықыласым да арта түсті. Қара шал үстінен ауыр жүк түскендей қынжылып өз бөлмесіне бара жатты. Жүрегі кең, адал ниетті дәрігердің қолы да шипалы екен. Сол жолы емінен кейін бүйректерім қайта ауырған емес. Мына оқиғада көкейімде мәңгі тұрып қалды.